Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет қамыр үгітілмелі болып шығатын печеньенің рецептімен бөлістім. Видеоның соңына дейін қарап, сіздерге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз еруі қажет. Және де каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен, тәттілермен бөлісетін боламын. Және де қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Және де өз пікірлеріңізбен комментария бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Мен сізді өз каналымда күтетін боламын. Және де бөлме температурасындағы сары майымызды 3 ас қасық қаймағымызды салып, салмамызды тағы араластырып алатын боламыз. Печеньеміздің құрамына қатты қымбат заттар кетпейді. Қарапайым заттардан өте дәмді әрі тез дайындалатын печеньелердің бірі. Сол үшін сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен ванильный сахар саламыз. Бұл әрине міндетті емес. Өз қалауларыңызша салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Оны да жақсылап араластырып, үстінен електен өткізіп, ұнымызды салып алатын боламыз. Және де ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды да қосып, барлығын араластыра отырып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ қамыр болып шығады. Құрамында май болғандықтан жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамыр болып шығады. Және де осылай ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамырымыздың басы біріккенше жақсылап елеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз жұмсақ қамыр болып шығады. Енді дәл осы тұрған жерінде бөліктерге бөліп алатын боламыз. Сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 33 тұқтай печенье шығатын болады. Егер де үйлеріңізде таразы болған жағдайда барлығын біркелкі етіп бөліп жасасаңыздар, барлығы біркелкі әдемі болып шығатын болады. Мен осылай көз мөлшермен барлығын кесіп шықтым және де дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Ол біздің жаңа жайған кезімізде біркелкі топ-домалақ болып жайылуына көмектеседі. Барлық қамырларымызды дәл осылай домалақ етіп жасап алып, мен ішіне салмасына осындай жаңғақ қолдандым. Және де осындай шоколадный пастадан жақсылап екеуін араластырып алатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша салмасын ауыстыра берсеңіздер болады. Ішіне варенка немесе осылай жаңғақпен сахар араластырып, корица сеуіп жасасаңыздар да болады. Ол да өте керемет дәмді шығады. Домалақ қамырларымызды ұнға батыра отырып, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жұқа етіп жайсаңыздар, қазір бұл піскен кезде ісінеді. Сол үшін міндетті түрде осылай жұқа етіп жайып, дәл осы видеодағыдай етіп кесіп алсаңыздар болады. Сіздер өз қалауларыңызша түйіп алсаңыздар да болады. Мен барлығын осылай біркелкі етіп түйіп шықтым. Осылай жұқа етіп жая отырып, қамырымыздың ішіне салмамызды салып, біркелкі етіп барлығын түйіп аламыз. Барлық печеньелерімізді дәл осылай түйіп алып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 15 немесе 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеміз пісіп шықты. Енді бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп, әсемдейтін боламыз. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де қарапайым заттардан тез дайындалатын, қонақ келгенде жасап жүргенге дәмі керемет болып шығатын печеньелердің бірі.
міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге видеом пайдалы болған жағдайда менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, осы каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Және де алдағы уақытта көптеген тағам түрлерімен де бөлісіп отыратын боламын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін қасындағы қоңырауша белгісіне баса кетіңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын.